істемеймін, жеке өзім шаруаларыммен айналысамын. Көп рахмет. Нараға шықсаң қобалжып қалады екенсің. Қандай сұрақ қоярым білмей отырмын. Көмектесіп жіберсеңіздер. Балсахан. Шолпан. Саламатсыздар ма? Қош келдіңіз, Айзада. Өте әдемі қыз екенсіз. Арамыздағы байсалды, сондай ер мінезді жігітті таңдап келіпсіз. Енді жаңа айтып жатсыз ғой, өзіңіз мен үйде жалғыз қызбын деп ше. Алдағы уақытта сіздерде барлығы жақсы болып жатса, үйленіп жатсаңыздар, сіздің үйіңізде басқа енді адам жоқ қой, ата-анаңызбен қалатын. Соған сіздің ата-анаңыз егер айтатын болса, бірге жігітпен бірге үйге келіңіздер, бірге тұрыңыздар мен десе, сіздің көзқарасыңыз қандай ислам соған? Негізі ер азамат болғаннан кейін жұбайыммен өзім бөлек, не болмаса өзімнің әке-шешемнің қолында тұрғанға көзқарасым жақсы. Ал егер де жалғыз қыз болғаннан кейін барынша семьясына көмектесіп, сол үйдің ұлы ретінде күйеу баласы емес, қызмет жасауға дайынмын. Ал енді сізге мақұл, сіз бөлек тұрасыз, барлығы жақсы болады. Сіздердің алғашқы ұлдарыңыз немесе балапандарыңыз дүниеге келгеннен кейін айтса, мен бір өзіммін ғой, маған қарайтын адам керек деп әке-шешесі айтатын болса, бересіз бе алғашқы балаңызды? Егер беру керек болса, мен көзқарасым жақсы ондайға. Себебі ол кісілерде қартайған кезде қызық көру керек баласынан деген сияқты, қарсы емеспін. Жақсы. Екінші балам болған кезде бірақ. Біріншісін бермейсіз ба сонда? Екінші балам дүниеге келген кезде. Оған дейін бірінші балам. Тимур қоймай атыр мықты жағаласын. Саламатсыздар, қош келдіңіз. Мен мына жерде енді айтып жатыр ғой, эфирді көп қарамаймын деп. Бұрыннан бері қарағанда бәлкім маған келіп қалатын бетте деп ойлап жатырмын да, Балсахан. Одан кейін сұрағым, сіз енді Қонаев қаласында тұрасыз, нақты сол жақта тұрасыз? Жоқ, Алматыда. Алматы мен Қонаев екі ортада жүремін. Хорошо. Соңғы арақатынас туралы айтып кетесіз, бұрын тұрмыста болдыңыз ба, болмадыңыз ба, немесе соңғы арақатынасыңыз қай уақытта болды, тоқтады? Соңғы арақатынасым 2024-те тоқтады. Негізінде тұрмыста болғамын, бір қызым бар, ажырасқанмын. И жаңа сіздің сұрағыңызға жауап бере кетсем бола ма? Сіз айтып жатырсыз, болашақта бұл қыз жалғыз болғаннан кейін қыздың ата-анасына баланы берген дұрыс па депші. Негізі өзімнің жеке ойым, қыздың ата-анасына қанша дегенмен өзінің баласын бұлай берген ол дұрыс емес деп санаймын. Бала қанша дегенмен өзінің туған ата-әжесінің қолында болғаны жақсы да, өйткені нағашыларына жақын болып кеттіп, өз жағын мен арақатынасы дұрыс болмай қалады деген ойдамын. Сонда сіз тек қана нағашылар болғаны үшін ба, немесе жаңа мысалға болады ғой біздер ата-ененің қолында өскен бала, әженің атаның тәрбиесін көрген балдар, олар ерекше болып өседі, жаңа тәрбиелі болып деген сияқты ғой. Соған жақсы емес па қайта? Жоқ, түсініп тұрмын ғой, ата-ененің, менің әке-шешемнің емес, жігіттің деп айтқыңыз келді ғой да? Жоқ, мысал сіздің мама-папаңыз жалғыз қалып отыр ғой, ертең сіз тұрмысқа шығып кетсеңіз, оларға қарайтын адам керек деген сияқты. Соған сіз өзіңіздің балаңызды бересіз ба деген ой менде. Мен өзім қызым бар, тұрмыста болғанмын, айтып отырмын ғой, ажырасқан бір қызым бар, қызым жасы 5-те. Қызым әке-шешемнің қолында болғаннан кейін, болашақ күйеуімен біздің ортамызда болған баланы ол кісілерге беру керек емес деп ойлаймын. Баласа ханым, осы жерде... Баласа ханым, айта кетейінші, исламның талаптарында бұрын тұрмыста болмаған, соны ойлап жатырмын да, ислам сен талаптарыңды естіде қыз ұнап тұрса, өзгертесің ба, немесе сол талапта бір нәрседе қаласың ба? Мен талапта айттым, мейлінше баласы болмаған, ажыраспаған болса деп айттым, бірақ осы кезде маған кім жәнеркемеді, біреу сұрақ қойды ғой, дәл осы сұрақты. Сол кезде мен айтқам, егер де таныстық болып жатса, сырласып жатсақ, егер де келіп жатқан үміткер менің көңілімнен шығып жатса, онда сен талапта ондай жоқ деп айтпауың керек еді, көреміз деп айтуың керек еді. Жоқ, осы жерге келген кезде барлығы ойбай осында отқан қыздардың біреуімен таныспаймын, ажырасқан қыздың біреуін қабылдамаймын деп кіреді да, бірақ енді білмеймін енді ойымыз өзгеріп кетеді ғой дейді да. Сонда жеке ойларың жоқ па өздеріңнің? Кәдімгі нақты принцип айттыңдар ма? Сол талапта тұрсаңдаршы, бірден өзгеріп кете бермей. Мақыл енді қоя берші, оны айтып жатсың ғой, бірақ енді мына жерде жаңа ата-анаға бермеу керек деген сияқты әңгіме болып қалды да. Сонда нағашы болған үшін бермеу керек па? Сонда ол кісінің ата-анасына бересің, сен ата-анаңа бермеу керек па? Или сен де қазір өзіңнің қызың сол ата-анаңда болғаннан кейін болды ғой, адам бар ғой уже деген сияқты әңгіме айтып жатсың ба? Мен түсінбей қалдым да. Просто
нағашы жұртқа қарай тартып кетеді дейді да. Мына жерде бүйтіп ойланып қарайтын болсақ, сіздің ата анаңыз жалғыз, ертең қартаяды да. Ертең қартаяды, бірінші баланы бермеймін, екінші баланы беремін дейді да. Екінші бала туылам дегенше мүмкін ол кісілер қария болып қалатын шығар. Ол кісілерге де қарайтын адам керек шығар деген сияқты әңгіме болып жатыр да мына жерде. Бұл жерде мен жауап бере кете салайыншы. Негізі Айзаданың айтқаны былай болды. Нұржан, иә, қателеспесем. Айзаданың айтқаны былай. Бала өзінің әке шешесінің қасында жалтақтамай өсу керек. Ата әжеге беру дұрыс емес деп тек көзқарасын айтып береді. Мынандай ғой. Былайша Айзаданың өзі түсіндіріп тағы да бір рет айтсаңыз, себебі түсінбей жатыр сөзіңіз. Иә, негізінде ата әжеге берген жағына қарсымын. Енді әркімнің өзінің жеке Ата әжеге кімнің? Сіз нақты менің қыздың ата-анасына ма, әлде өзімнің. Өйткені жалпы бала кішкентай кезінде шындап та әке мен шешенің бірдей жылуын көру керек. Басында өзіміз баққанымыз дұрыс деп ойлаймын. Әке шешеге мен бергенге қарсымын. Жоқ, енді ол жылулықты сендер берген жылулықты ата әжесі де бере алады деп ойлаймын мен негізіше. Просто мына жерде бір түсінбегенім, бірінші баламды бермеймін, екінші баламды берем деген әңгіме түсінбей жатырмын да балаусағам сонда. Бірінші бала керек, екінші бала керек емес па сонда? Нақты. Бірінші бала емес, екінші бала болғанша мен баламды әлі ешкімге бермеймін. Екінші бала болған кезде ата әжесі мұқтаж болып тұрса, қарайым деп тұрса берем деді. Жоқ, балауса Маған бірінші бала керек емес, екінші бала керек деп ешқашан айтқан жоқпын. Менің ойымша бұл жерде осы жерде айта кетейін, мен түсінбей жатырмын да, қалай ол сендер баланы туасыңдар да, сосын ата енеге бере салсыңдар. Ол қалай мен миыма кірмейді ол дүние. Мүмкін мен қазіргі заманның адам болғаннан кейін кішкене түсінбейтін шығармын, бірақ та өзінің кәдімгідей өзінен шыққан баланы қалай бересіздер ата енеге? Это невозможно. Оның тәрбиесі бар. Осындай заманауи қыздарға кәдімгі қарным ашитше, сен балалар үйіне бер жеріп атқан жоқсың ғой, оны кәдімгі өзіңнің сені туған әке шешеңе берейін деп атсың ғой. Білмеймін, түсінбеймін деп бір бөтен бір үйге бер жеретін адам құсап ойланасың да, сенің қаның ғой ол да. Мен жауап берейін. аяулым қазір ойын аяқтасын. Иә, жоқ енді Нұржан қараңызшы, андай сөз бар да, жүрексіз адам болса да, анасыз бала, баласыз ана болмайды дейтін күшті бір сөз бар. Сонда қалай сіздер өздеріңізден шыққан баланы қалай ол тастап кетесіздер? Оған тәрбие беру керек, оны өсіру керек, жетілдіру керек. Ертең сіздер ата енеге бересіздер, ата әжесіне. Ол сосын жәутеңдеп қалады. Ананың махаббатын ала алмайды, не әкенің махаббатын ала Осы қызды алмайды. мен балаусаған, осы қыз түсінбей өтетін жарым әңгімескенімше папигіз дейтін жаста шығармыз, мен заманауимын, мен клубқа барам, мен өзіме шыққан балам, әке шешем бермеймін. Сенің түсінігіңше аяулым вообще басқаша. Жоқ, енді қараңызшы, Нұржан, сізге онда түсінгім де келмейді сен негізі аяулым, шынын айтайыншы. түсінбей ақ қойыңыз, Нұржан, сізге мынандай сұрақ таласым да қояйыншы. келіп отқан жоқ. Тыңдап сөйлейікші. Нұржан, сіздер қараңыздар, бізге пікір айтасыздар ма? Біздің де пікірді көтеріп біліңіздер. Біз мына жақта қатысушымыз, әркім өзінің пікірін айтуға, сұрағын Ол жаққа айтуға кетпекші, құқысы бар. салт дәстүрдің айналасында жүре берейікші, өтініш. Просто қазақты құртатын осындай қыздар деп Енді, айтайыншы, Нұржан, балаусаған сіз болды. доконца Қазақтың тыңдасаңызшы. салт дәстүрін құртатын осындай қыздар. Жоқ, Нұржан, қараңыз, мен сізді қазір сыйлап тыңдап тұрмын, дұрыс па? Енді мені де тыңдап біліңіз. Қараңыз, ертең сіздің бала шағаңыз сізге көке тәте деп жүрсе, сізге сол дүние приятно ма? Сізді мама папа демейді, сізді ата ене ретінде қарамайды, жай ғана сізге көке аға деп жүреді. Сол дүние сізге приятно ма мысалы? Екеуіңіздің де пікір түсініктеріңіз түсінікті секілді жеткілікті дәрежеде айтқан сияқтысыздар. Аруна қазір Балауса ханым былай ғой, айтасыз қазір. осы темаға байланысты қазір біраз қатысушылардың арасында да осы өзекті тема болған. Естеріңізде болса, негізі ата әжеде өскеннің ешқандай да жаманшылығы жоқ, конечно. Бірақ баланың өзінің ата-анасына деген бір балалық бір еркелігі несі тыйылып қалады да. Содан кейін үлкендеріміз ертеңгі күні енді мәңгілік өмір сүрмейтін болғаннан кетіп қалғаннан кейін бала жәутеңдеп қалады. Не өзінің ата-анасына барып сөйлей алмайды, не ата-анасы ретінде қабылдай алмайды. И бір осы біздің Қазақстанда отандық бір кино шыққан тұғын, сол жерде бір сөз бар да, баланы ерте жетімсіретпеңдер деген сөз бар да. Негізі ата әжесінің қолында өскен бала, негізі шынымен де менің өзімнің практикамда болған ол дүние. Аруна, сөзіңізді бөлейінші, міндетті түрде жалғастырасыз қазір ойыңызды. Бізде дәл қазір жарнама